Сәлем, сіз Жансая драма каналындасыз. Мен сіздерге со қырғыз драмасын қысқаша баяндайтын боламын. Жігіт есін жиса, қолында қанға оранған қанжал мен жердегі өлі екі денені көріп, мен бе бұларды өлтірген деп таңқалып тұрған кезінде есік қағылып, үйге бейтаныс со қырғыз келеді. Сіз кімсіз деп сұраған кезде, Джун ханым пианиноның стройкасын ондасын деп шақырды, деп жауап береді қыз. Жігіт қыздың соқырлығына және де дәл осы уақытта келіп өзінің қылмысының үстінен түскеніне күмәнданып, қыздың суына дәрі қосып береді, тексеру үшін. Найзағайдың жарқылынан шошып кеткен қыз стакандағы суды ішпей қалады. Жігіт әрі қарай жылтырақ бәлені қыздың көзіне қарай жіберіп, сол арқылы да тексереді, көзін жұмса, қыз соқыр емес дегендей. Тексерістен өтіп, өзінің жұмысын бітіріп кетіп бара жатып, қыз аяғымен жерден бір нәрсе басқанын байқап, сыртқа шыққаннан кейін таяғымен иіскесе, бұның қан екенін сезеді де, Джун ханым мен Джо мырзаны өлтірген екен. Мен қалайда полицияға хабарласуым керек деп айтқан кезде, жігіт бұның айтып отқан сөзін естіп қалып, сен сезіп қойдың ба, біліп қойдың ба мен оларды өлтіргенімді деп, қызды қайтадан үйге алып кіреді. Соқыр қыз айқайлап жұрттан көмек сұрамақшы болған кезде, жігіт қыздың аузын жабу үшін оны сүйіп алады. Келесі күні полиция жігіттің жұмыс орнына келіп, Юйончуан кеше түнде Джун отбасын өлтіріп кетті. Қылмыс орнынан сіздің аптечкаңызды таптық. Сіз басты күдіктісіз, бізбен бірге жүріңіз дейді. Осы кезде есіктен кіріп келген соқыр қызға Лин Ван Юэ, сіздің алдыңызда күдікті адам тұр. Қылмыскер осы ма, осы емес пе, анықтаңыз деген кезде, қыз жігіттің бет аузын ұстап жатып, жігіттің аузындағы жарасына қол тиіп кетіп, кешегі өзін сүйген кезде тістеп алған жарасы екенін білгенмен де, жоқ, бұл емес өлтірген адам деп, полиция қызметкеріне солай жауап береді. Қыз жұмысында отырған кезде бастығы тарпа бас салып қызды зорламақ болып тиісіп жатқан кезде, осы арада Юнчуан келіп қызды арашалап алады. Және де оңбаған бастығы бұнымен қоймай, түнде үйіне барып тағы да тиіспек болған кезде, ол кезде де Юнчуан келіп қызды арашалап алады. Юнчуан қыздан өзінің полицияларға неге ұстап бермегенін сұраған кезде, Ван Юэ, мен сенімен бір келісімге келгім келеді. Ол қандай? Менің жақын адамды өлтірген қылмыскерді тауып берсең, мен сені ұстап бермеймін деп екеуі келісімге келеді. Келесі бір күні қылмыскерді таптым деген ақпаратты естіген Лин Ван Юэ Юнчуанның жұмысына полицияға келеді. Екеуі бірге қылмыскердің палатасына қарай бара жатады. Палатаға кіргеннен кейін аңдып тұрып қылмыскер Лин Ван Юэның иығынан пышақпен сермеп жібереді. Пышақты екінші қайтара тығайын деп жатқан кезде, Юнчуан пышақты қолымен тосып алып, қашып кеткен қылмыскердің артынан қуа жөнеледі. Жаңбыр астында жерге құлап қалған Ван Юэге Юнчуан келіп көмектесіп жатқан кезде, Ван Юэ ішінен, Юнчуан, кешір, бірақ мен сенің әкеңе Юджанхайға жақындау үшін сені пайдаландым деп, жігіттен ішінен кешірім сұрайды, өзінің жасаған әрекеттері үшін. Осы орайда жігіттің күнәсіз ешкімді өлтірмеген екен, бұның барлығы қыздың жігітке әдейі жақындау үшін жасалған әрекет екенін байқаймыз. Жаңбыр астында салқын тиіп, Лин Ван Юэ ауырып қалғасын, Юнчуан оған қамқорлық танытады. Көріністен Юнчуанның Лин Ван Юэге деген ойы кетіп, аздап ұната бастағанын байқаймыз. Үйінде ауырып ем алып жатқан Лин Ван Юэның үйіне полиция қызметкері капитан У баса көктеп кіріп келіп, қызды сұрақтың астына ала бастайды. Джун отбасын өлтірген адамдар кім, және де олардың өліміне сенің де қатысың бар ма деген сұрақтарды жаудырта бастайды. Осы кезде олардан қашпақ болған Лин Ван Юэ балконнан қашып кетпекші болады. Бірақ та сол сәтте өлім аузында тұрған кезде Юнчуан келіп, қызды өлім аузынан арашалап құтқарып алады. Капитан Удың Ван Юэге тыныштық бермейтінін біліп, Юнчуан Ван Юэні өзінің үйіне алып келеді. Есік алдында тұрып, Ван Юэ, тозақ оты менің көз жанарымды алды, ендігі тозақ отында сендер жалындайтын боласыңдар, деп Юнчуанның есігінің алдында тұрып, және де үйіне кіргеннен кейін Юнчуанның әкесімен де танысып үлгерді. Бөлмеде стакан сындырып алған Ван Юэні байқаған Юнчуан қызды көтеріп үстелдің үстіне отырғызып, шынының сынықтарын жинай бастайды. Ал осы сәтте Лин Ван Юэ ішінен, Юнчуан, егер де сен маған ғашық болып қалсаң, бұл менің кегімнің орындалғаны деп, жігітті өзіне еліктіретін әрекеттер жасай бастайды. Жігітке де осы керек болып тұр екен, қызды өзіне белінен тартып жақындатып, екеуі әрі қарай сүйісіп кетеді. Юджанхайдың оң қолы қызметшісі Лин Ван Юэ жайлы ақпарат жинап, оның бұрынғы председатель Цзан Юэмен қатысы бар екенін айтқаннан кейін, Лин Ван Юэні бөлек бір зданияға ұрлап алып кетеді. Лин Ван Юэге, сен менен және Юджанхайдан кек алу үшін келдің ба бұл отбасыға дегенде, әрине, сендердің опиуммен айналысатындарыңды менің әке-шешем білгеннен кейін, сендер олардың көзін
ұмыттыңдар деп Лин Ван Юэ ашуланып пышақты жүрек тұсына сұғып алады. Мынау менің әкем үшін, ал мынау сол өртте өлген барлық адамдар үшін деп кегін алады. Кезінде Лин Ван Юэның ата-анасын және зауыттағы қаншама адамның отбасымен бірге Ю Джунхай мен осы қызметшісі өртке тастап өлтірген болатын. Енді мына жалында Юн Ван Юэні Юн Чуан келіп құтқарып алады. Юн Чуан Ван Юэні жалынды оттан құтқарғаннан кейін екеуі әңгімелесіп отырып Ван Юэге айтады: сен өзіңнің ата-анаңды өлтірген адамды таптың, кегіңді алдың, ол менің әкемнің қызметшісі болып шықты деп айтып отырады. Бірақ та ол басты күдікті қылмыскер өзінің әкесі Ю Джунхай екенінен бейхабар еді. Ю Джунхай Ван Юэге үйден кететін уақыт болды дейді, ал Ван Юэ болса үйінде қалудың амалын тауып Ю Джунхайға арналған оқты өзінің денесімен тосып алып Ю Джунхайды бір өлімнен құтқарады. Осы кезде Ю Чуан: саған еді үйден кетпесең болады, әке, Ван Юэ сен үшін жараланды дейді. Осылай Лин Ван Юэ дегеніне жетеді. Юн Чуанның үйіне бала кездегі құрбысы келіп Ван Юэні жақтырмайды. Үлкен бір отырыс жиында барлық қонақтардың арасында Ван Юэ сенің позорыңды шығарамын деп Ван Юэнің үстіндегі көйлегін жыртып, арқасындағы үлкен шрамды барлығына жария қылады. Осы кезде Юн Чуан келіп өзінің киімін жауып Ван Юэні қорғап, мен оны жақсы көремін деп барлығына естіртіп айтады. Ал Юн Чуанның құрбысы болса: Юн Чуан, сен ұмытпа, сенің қалыңдығың ретінде ата-анаң мені таңдаған, мен сенің қалыңдығың болам деп ренжіп кетіп қалады. Осы күні Лин Ван Юэның бөлмесіне барып ішіп отқан шайына афродизиак қосып Юн Чуанның әкесін шақырмақ болады. Бірақ та Юн Чуанның әкесі келем дегенше бөлмеге Юн Чуанның өзі кіріп келеді. Юн Чуан келген кезде Лин Ван Юэ афродизиактың күшімен Юн Чуанға бас салып тырпа басталады. Осы жерде екеуі біраз алысады. Сөйтіп екеуі бір-бірін жақсы көріп, бақыттан бастар айналып жүрген кезде Лин Ван Юэ ішінен айтады: Юн Чуан, кешір мені, бірақ та бір күні сенің әкеңнің өліміне мен себепкер болуым мүмкін дейді. Юн Чуан анасының жол апатынан емес, әкесінің Ю Джунхайдың қолынан қаза тапқанын білгеннен кейін қатты ренжіп ашуланып әкесін өлтірмек болады. Осы кезде Лин Ван Юэ: я дұрыс, өлтір, бұл жауыздың көзін құрту керек деп ішінен тілеп тұрады. Бірақ та өлтіре қоймайды ұлы. Лин Ван Юэге қол көтермек болған әкесін тоқтатып Юн Чуан: қолыңды тигізуші болма, анамды өлтіргенің жарайды, енді бұныңды көтере алмаймын деп әкесіне дауыс көтереді. Ю Джунхай болса өзінің шабармандарына Ван Юэнің суретін көрсетіп, көзін құртыңдар деп бұйырады. Юн Чуан бір өлімнен тағы да Ван Юэні аман алып қалады. Келесі күні Юн Чуан ашуланып Ю Джунхайға барып: Ю Джунхай, енді Ван Юэге қолыңның ұшын тигізетін болсаң, мен сені өзім өлтіремін деп қорқытты. Юн Чуан өзінің Лин Ван Юэ екеуінің таныстығы, өзінің адам өлтірдім деп ойлауы, барлық оқиғалардың Ван Юэ мен капитан Удың екеуінің ойласып жоспарлы түрде құрған кек алу екенін білгеннен кейін ашуланып Лин Ван Юэден: сен мені жақсы көрдің бе деп сұрайды. Сол кезде Лин Ван Юэ: біз екеуміз бәрібір бірге болмаймыз деп жауап береді. Юн Чуан әкесінің жауыз істерін білгеннен кейін Лин Ван Юэні түсініп, екеуі татуласып, бір-бірінен кешірім сұрап, бір-бірін жақсы көретіндерін мойындайды. Және де екеуі үйлену тойларын жасайды. Той үстінде Юн Чуан барлық қонақтардың алдында өзінің әкесі Ю Джунхайдың жасаған зұлымдықтарын әшкере қылады. Әкесі болса: менің айтқаныммен жүрмейтін, маған бағынбайтын адамдар түбінде өледі деп ұлына пистолет тақап тұрған кезде аяқ астынан ұлының қолынан өзі қаза тауып жардан құлап түседі. Осымен Лин Ван Юэ ата-анасының және де күнәсіз жандардың Ю Джунхайдан кегін алып, Юн Чуан екеуі үйленіп тойларын жасап, әрі қарай бақытты ғұмыр кешеді. Сіздерге Соқыр қыз дорамасы ұнаған болса, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыздар.